Белгілі журналист Жанат Молдашева әлеуметтік желідегі парақшасында Атырау облысында болған резонансты трагедияға қатысты жаңа бейнежазба жариялады. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Журналистің айтуынша, ауыр қасіретке ұшыраған отбасы әлі де қайғыдан еш жия алмай отыр. Ал Жангелдин ауылының тұрғындарын үрей билеген. Қаралы отбасы бұл жауыз қылмыстан кейін өз-өзіне келе алмай жатыр. Жангелдин халқы қатты алаңдаулы. Ағайын туыс қаскөй қылмыскерді тезірек ұстауды талап етуде. Марқұмдар сарайдан қалай табылды? Бұған дейін тінту жүргізілген емес пе? Деген сұрақпен мыңдаған адам хабарласып жатыр, деп жазды Жанат Молдашева. Оның айтуынша, оқиға басталғалы бері қасында жүрген марқұм Мақсот Қарабалиннің інісі Шалқар Мұханғалиев бірқатар сауалдарға жауап берген. Бұл өте ауыр жағдай. Бірақ бұл жеке отбасының ғана емес, бүкіл қоғамның трагедиясына айналған соң айтылуы да, жазылуы да керек. Қара жамылған отбасының туыстарына қандай жұбату сөз айтарыңды да білмейсің, деп қосты журналист. Осы жазбадан кейін Жанат Молдашева марқұм Мақсот Қарабалиннің інісі Шалқар Мұханғалиевпен болған сұхбаттың видеосын жариялады. Шалқар Мұханғалиевтің айтуынша, марқұм Нәсіп Өтешқалиеваның туыстар чатына жіберген аудио хабарламалары бар. Нәсіп жеңгеміздің ағайын туыстарының чатына жолдаған аудиосы сақталған. Сол хабарламалардың бірін 7 қараша күні жіберген. Күдік тудырмас үшін әдейі жіберілгендей әсер қалдырады. Қалай болғанда да ол хабарламаларды біреу жолдап отырған. Қазір барлық телефон Сұлтанда болғаны айтылып жатыр. Сол себепті аудиоларды да Сұлтан жіберген болуы мүмкін деп ойлаймыз, деді ол. Қадірлі көрермендер, бұл ақпаратты оқығанда ең алдымен адам тағдыры мен қайғының салмағы сезіледі. Журналистің айтқандары қоғамдағы алаңдаушылықтың бекер емес екенін көрсетеді. Себебі мұндай ауыр оқиға бір ауылды ғана емес, тұтас елді ойландырады. Қаралы отбасының әлі де өз-өзіне келе алмауы табиғи жағдай шығар. Ал туыстардың сұрақтары мен күдігі де түсінікті. Адамдар жақынынан айырылғанда әрбір ұсақ детальға мән береді. Себебі шындықты білгісі келеді. Бұл жерде эмоциядан бұрын әділдікке деген сұраныс басым болып тұрғандай. Сонымен қатар бұл жағдай ақпарат таратқанда абай болу керектігінде еске салады. Тергеу жүріп жатқан кезде нақты дәлелденбеген болжамдар қоғамда түрлі ой туғызуы мүмкін. Сондықтан барлық жауапты органдар істі ашық әрі жан-жақты қарастырып, күмәнді сұрақтарға уақытында жауап бергені маңызды. Ал қоғам тарапынан сабыр сақталып, нақты қорытынды шыққанша асығыс тұжырым жасалмаса екен деймін. Бұл ең алдымен адам өміріне қатысты ауыр трагедия. Оны сенсация емес, ортақ қасірет ретінде қабылдаған жөн.